аңыз әңгіме бар, бір әңгіме бар ғой. Бір үйдің шетінен келіп, үш ақсақал үйдің қасында отыр дейді. Сосын енді үйдің келіншегі шығып, ақсақалдар үйге кіріңіздер, дәмі сатыңыздар дейді ғой енді қазақша. Сөйтсе ақсақалдар тұрып сұрапты, жұбайыңыз үйде ме, күйеуіңіз үйіңізде ме депті. Жоқ, ол кісі жұмыста десе, онда біз кірмейміз депті да. Содан бір кезде күйеу жұмыстан келеді де, жаңағыдан әйел айтып береді, осындай үш ақсақал есіктің қасында, үйдің қасында отыр. Шақырып едім, күйеу жоқ, кіре алмаймыз деп айтты. Сосын онда мен келдім ғой, енді шақыр депті. Барып, жүріңіздер, күйеуім келді, үйден дәм татыңыздар десе, жаңа кісілер айтатын көреді ақсақал. Біз үшеуміз бірден кіре алмаймыз. Өйткені менің атым Махаббат, мына қасындағы кісі Байлық, үшінші кісі Сәттілік. Үшеуміздің атымыз осындай, мен Махаббатпын, бұл кісі Байлық, мына кісі Сәттілік дейтін көрінеді. Үшеуміз бірден кіре алмаймыз. Біреуімізді ғана шақырасыз депті да. Сосын келіншегі күйеуіне келіп осындай, бұл кісілер біреу Байлық екен, біреу Махаббат екен, біреу Сәттілік екен. Тек қана біреуін шақыруымыз керек екен десе, күйеуі тұрып, Байлықты шақырайық та, үйіміздің іші байлыққа толсын депті да. Сөйтсе, жаңағы үйінде жүрген өсіп қалған қызы, әке, байлық емес, үйімізде махаббат көп болсыншы, бір-бірімізге деген махаббат. Өйткені ол махаббат береке әкеледі, бірімізді жақсы көргізеді. Бүгін де жақсы көреміз, бірақ одан да жақсы көргізеді. Соның артынан бәрі келмей ме әке деп көзін жеткізіпті да ақыры. Сөйтіп әкесі, жақсы, махаббат шақырыңыздар депті. Сосын келіншек шығыпты да, махаббат қайсыңыз? Мен деп, онда сіз жүріңіз десе, үшеуі бірге келе жатыр дейді. Сосын барып, сіз біреуіңіз-ақ келеміз деп едік қой, неге үшеуіңіз бірден келе жатсыз десе, сіз егерде Байлық десеңіз, онда Байлық жеке ғана жалғыз өзі баратын еді. Сәттілік десеңіз, Сәттілікте жеке баратын еді. Махаббат шақырдыңыз, біз махаббаттың қасында қашаннан жүреміз деп айтатын көрінеді. Сондықтан біздің жалпы бағымызға айналған дүние, ол Қарақат екеуміздің бір-бірімізге деген құрметіміз бен сыйластығымыз шығар. Бірімізге деген махаббатымыз шығар. Одан Алланың берген балаларына деген махаббатымыз шығар. Ол балалардың бізге деген махаббаты шығар. Біздің өнерге деген, отанымызға деген, елімізге деген махаббатымыздың бәрі айналып келгенде баққа айналады, бақ берекеге айналады. Шу бірге жүретін дүние. Кілті сонда деп ойлаймын.